Бұл кез қараңғы түн еді. Ал кішкентай бала болса, орманда адасып кетті. Оның ешқандай заты жоқ еді. Ол өзінің барлық өмірін үзді. Бір кезде көзін ашып қараса, жарық жанған бір үйді көреді. Ол үйге кірсе, ішінде кішкене жарық және төсек тұрады. Үйдің өзі ағаштан жасалған. Бала төсекке жатып жайғасады. Бірақ ол жарықтан ұйықтай алмайды. Кішкенеден соң үйренеді. Сосын бірнеше портрет көреді. Портретте біртүрлі немесе қорқыныш деуге болады. Ол жерде құбыжықтардың бейнелері тұр. Дәл маған қарап тұрғандай. Қорқыныштан ұйықтай алмадым. Бірақ бәрібір ұйықтадым. Таңертең тұрсам, бейнелер терезе болып шығады. Қорқыныш бүкіл денемді жаулап алады.